Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін бізде сұрақ-жауап айдарында ең алғашқы Адилжан бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Енді кешеде өзің эфирді көріп жаттың. Жалпы енді өзіңнің ойыңнан бір сұрақ қойсам саған. Отношенияда қыздың сезімі басым болған дұрыс па, жігіттің бе? Негізі отношения басталғанда ең бірінші жігіт адамның сезімі басымырақ болу керек, потому что сен қызға деген андай подход істейсің, көңілін аулау үшін бәрін жасайсың, то есть өзіңе қарата алуға тырысасың. Уже бірақ үйленіп, семьялы, бала шағалы болған кезде мен өзім айтқан болатынмын, еркек адам әйел қалай болсын, шығып жұмыс істеп, мысалы ақша тауып деген сондай добытчик болу керек. Ол мысалы әйелдің жанында жүріп, болмаса жанынан шыққысы келмей, үйден басқа жаққа барғысы келмей, ол қате деп ойлаймын. Наоборот, сол кезде уже еркек адам махаббатқа емес, уже семьямды асыраймын деп уже басқа жақта ойлану керек. То есть уже енді сен қазір айтып жатсың ғой, уже сен семьяға кетіп қалдың да. Ол кезде емес, дәл қазір отношения басталған кезде қайсының сезімі басым болады? Негізі, мне кажется, егер шын жақсы көріп тұрса, бір-біріне деген от сезімдер шынымен шынайы болса, бар болса, мне кажется, 50-50 болу керек сияқты. Потому что уже біреуінікі басым, біреуінікі төмен болса, уже былай қараған кезде акцент уже басқа жаққа беріліп кетеді. Екі жақта бір-біріне 50-50% взаимно болу керек деп ойлаймын. Ал бізде келесі, енді Әділжанның ойын білдік, келесі бізде Гүлбира. Қыздың да ойы маңызды. Жалпы отношенияда сен үшін жігіттің немесе қыздың сезімі басым болу керек. Қайсының сезімі басым болу керек? Менің ойымша жігіттің сезімі басым болу керек сияқты. Өйткені қыздың сезімі басым болып кетсе, жігіт ол нәрсені көтере алмай құтырып кетеді. Ал наоборот болса ше, қыз да құтырып кететін кездер болуы мүмкін ба? Ал енді біздің арамызда 19 жастағы жас жігіттің де ойын Ал енді Абылай, отношенияда сен үшін қыздың немесе жігіттің сезімі басым болды. Қайсысыңғы? Қайсыныкі? Честно айтайын ба? Менің ойымша еркек адам басым болу керек деп ойлаймын. Солай айтқанда. Не үшін? Білмеймін енді. Жалпы қыз ұнатып қалса, көп қаттырған ұнатса, бір еркектер бір айтсам болады, құтырып кетеді, бүйтіп әйдіп кетеді, короче. Сол үшін всегда жігіт қаттырақ жақсы көреді деп ойлаймын. Ал енді Абылайдың жақын досы жобадағы өзінің жақында ғана қызын тапқан. Енді бұның ойы маңызды біз үшін. Жалпы жас сен үшін отношенияда қыздың немесе жігіттің қайсының сезімі басым болу керек? Менің ойымша жігіттің деп ойлаймын. Себебі? Себебі енді қыз жақсы көріп қалса, жігіттен ал. Қалай? Қыз жігіттен көп жақсы көріп қалса, негізі менің ойымша дұрыс емес. Өйткені түсіндіру қиын, просто енді өзіңді білесің. Жігіт құтырып кетеді шынымен, құтырып кетеді ол. Кеше мен құтырып кетсем басында жоқ, жалпы айтып жатыр. Жалпы негізі жігіт кішкене өз-өзіне не оқып қалады да, ойымен жақсы көреді ғой деп қателіктер көп ойлады. Қыз, сен оны жақсы көріп қалсаң, қыз құтырып кетеді деп ойламайсың. Жоқ. Ал енді келесі біздің кәдімгідей кеше көңіл күйі түскен Бақдәулет. Бақдәулет, қалайсың, жақсысың ба? Всегда жақсымын. Жақсы болсаң, енді саған мынадай сұрақ. Жалпы отношенияда сен үшін жігіттің ба немесе қыздың ба көңілі қайсы сезімі басым болу керек? Жігіттің. Қыз жігіт жақсы көрсе, бәрін істеу керек қой негізі. Істеу керек. Жігіттікі басым болу керек болды. Жігіттікі басым болу керек, қыз сәл ұнатса болды ғой. Ал процентпен айтайықшы, 100-ден қанша жігіт, қанша пайыз, сен қанша, қыз қанша пайыз? Жігіт 70, қыз 30. 30 жетеді саған. Ал құрметті оқырман, енді біздің ортамызда Санатжан. Санатжан, саған бір сұрағымыз бар. Өзің де махаббаттан кішігірім зардап шегіп жүрген адамдардың бірісің. Бұл сұраққа толық жауап берсең, сен үшін отношенияда қыздың немесе жігіттің сезімі, қайсының сезімі басым болу керек? Еркектікі.
не себептен? Еркек андай ғой. Еркек сүйген алады, қыз сүйген қалады дейді ғой. Еркек сүю керек деп ойлаймын мен өзім. Бас. Еркек сүйсе до конца апарады. Егер бұл әшейін мысал ретінде айтып жатырмын. Мерей сені 30% сүйіп, сен оны 70% сүйсең, сол саған жеткілікті ме? 30% дейсің ба? Болады негізі, бірақ қыздың сезімін аша алатын еркек қой. Аша алатын еркек. Ал бір пример келтірейін, қыздың сезімін аша алатын еркек дейді. Кеше ортада болған жағдайда Бақдәулет неге аша алады? Бұл жерде қыздың сезімі басқа жақта болып тұр ғой. Қыздың көңілі балада. Ал енді қыздың да ойы маңызды демекші, Дәулетбике, жалпы сізге бір сұрағымыз бар. Отношенияда жалпы сіз үшін жігіттің сезімі басым болған дұрыс па, әлде қыздың ба? Екеуінің де сезімі болғаны дұрыс, бірақ басымыраққа келетін болса, жігіттікі болу керек. Себебі біз қыздар жақсы көріп қаламыз да, бірақ жігіт жақсы көрмесе, түбінде ол жігіт қарамай кетеді. Ол нәрсе өзінің басынан өтті. Өтті ма? Түсінікті. Тура менде шылай сияқты болған. Егер пайызбен алып есептейтін болсақ, 100%-дан қанша пайыз еркек жақсы көреді, қанша пайыз? Басымырақ болу керек, 70% еркек, 30% қыз жақсы көрген дұрыс. Ал құрметті достар, бізде сахна артында, сахна артынан реклама уақытында шықпайтын бекзат, өзі көптеген адамдары бар. Қазір саған нақты бір сұрағымыз бар. Жалпы отношенияда қыздың сезімі басым болған дұрыс па, жігіттікі ма? Жігіттікі. Не себепті? Қыздың сезімі басым болғанда жігіт жалғады. Қыз Басында да болған ғой. Қыз жалықпайды ғой. Қыз жалықпайды. Наоборот. Кейде қыз балаларына сондай бір әңгімелер кетіп жатады ғой. Сен мен неге қыз мені жақсы көрмейтін сияқты, сезімі жоқ сияқты деген сияқты әңгіме. Сол тараптан айтасың. Ол енді жаңағы, ол мүмкін бара 30% дедім ғой, 30%-дан аз уақытта шығар мүмкін айтылатын ше. Әйтпесе 30% жеткілікті ғой негізі. Ойбай, сенің артыңда біреу салып Осы сахна артында. сахна артында орындық бар. Далаға шықпайсыз, тек қана шөлде отырсыз. Енді сізге Суық, күшті. нақты бір сұрақ. Отношенияда қыз баласы қатты жақсы көрген дұрыс па, әлде еркек па? Еркек. Не себепті? Себебі қыз баласы жақсы көріп, иіле беретін болса, жігіт баласы басына шығып, көкірегін ұрайды. Сонда. Наоборот болуы мүмкін емес па? Наоборот болуы мүмкін емес. Жігіт қатты жақсы көрсе қыз Жоқ, қырмай ма? ондай емес. Ондай емес. Сіздерде қазір қанша пайыз? Қанша пайыз? Санатжан, сізді қанша? Сіздердің отношенияларыңызда, жалпы ұрыс керісті алып тастағанда, сіз қанша пайыз, Санатжан қанша пайыз жақсы көреді деп ойлайсыз? Санатжан 80-70 60 шығар. Нақты айтсаңшы. 70. Сен 30. Мен 30. Саған сол жеткілікті ме? Жеткіліксіз. Қыздың 30% жақсы көрген дұрыс па? Жоқ. Қанша болды? Ал мен енді қатысушылардың ішінде жалпы барлығынан әлі ерекше пікір, барлығы бір-біріне ұқсайды, ерекше пікір ешкім естімедім. Біздің ортамызда Шолпан. Шолпан, сізге бір сұрағым. Отношенияда, енді ақылды тұтқан адам ретінде сізден сұрасам, отношенияда қыз баласы басын жақсы көру керек па, әлде еркек па? Не себеп? Бәрібір де қыз жақсы көрген соры дейді. Ер азамат жақсы көрген дұрыс, сол кезде қарамыз салынып доказывать. Кеше бізде эфирда болмаған қос ғашықтан алып көрейік енді. Қалайсыздар? Қалай демалдыңыздар? Демалдық. Бәрі жақсы ғой? Бәрі жақсы, жоспарларымыз болған. Солар бәрін шешіп, тыңдап келе жатырмыз. Сіздерге сенеміз енді барлығы жақсы екендігіне. Менде мынандай сұрақ болып тұр. Енді жалпы отношения құрып жүрсіздер. Отношенияда қыздың басым жақсы көргені маңызды ма, әлде еркектің? Тепе-теңдік болған дұрыс негізінде. Неге десеңіздер, тепе-теңдік болса, махаббат орта жолдан тоқтап қалмайды, аяғына дейін барады. Сіз қалай ойлайсыз? Мен қосыламын. Сізде де сол 50-50. Иә, 50-50 болған үшін біз жақсы отношения болып жатыр деп ойлаймын. Қазір сіздерде екеуіңізде 50-50 ма? Менікі Пайызбен? қазір 70-те 30. 70-те 30. Сіздің сезіміңіз 30% ба сонда? Негізі былай айтқанда біздікі 100% ғой негізінде. Иә, солай Бірақ айтады. тепе-теңдік Жоқ, дегенде бір махаббатты екеуіңіз бөліп алып отырсыздар, иә қазір? Енді қазір сіздерде сол пайызбен есептегенде қанша? Дихандық қылсам, менікі 20. Сіздің ойыңызша? Мен енді қатты жақсы көремін ғой. Ең бірінші қадамды мен жасадым.
бәрін мен істеп жатырмын ғой енді. Бұл кісінікі 20 болса да маған сол нәрсе жетпейді да. Ал енді 20 деп айтып жатсыздар. Алдында сіз таныстық тоқтатып кеткен кезде 20%-пен ұстап қалды ма? Ол да бар енді. Ол енді 20-ға сәйкес келмейді десе. Бірақ сонда да ойларыңызға рахмет. Өз-өздерін ұстап берді. Ұялма. Болмайды. Өз айтып қойды. Бірақ жарайды, сонда да ойларыңызға рахмет. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар. 20% Ал құрметті достар, енді біздің жанымызда қазір 36-ға келген қыздай Маржанның ойын білейік. Барлық қатысушылардың ойы бір жерден шығып жатыр. Сіздікі қалай болатынын қазір көреміз. Отношенияда еркектің сезімі басым болған дұрыс па, қыздың ма? Негізінде бүйтіп айтады ғой, сен еркекке ғашық болма дейді да, сен ғашық бол еркектің саған деген сезіміне дейді да. Значит, бұл жердегі дүние ер адам жақсы көру керек. Мне кажется, екі жақтан да взаимно махаббат. Күйеуіңіз сізді қанша пайыз жақсы көру керек, қалғаны сіздікі болып қалады. Күйеумен осознанно жақсы